Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Еркежан. Бүгін сіздерге өте дәмді, ерекше жұмсақ, үлпілдек піскен кезде беті қатып қалмайтын булочкаларды пісіріп көрсетемін. Жұмсақ болып шығуының бар құпиясы қамырын дұрыс үйлеуде болып табылады. Сол үшін видеоны соңына дейін өткізбей толықтай көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысқа жылы сүт пен жылы суды құйып, үстінен қант салып, ол ерігенше араластырамыз. Үстінен құрғақ аштығыны, яғни дрожжды салып, араластырып, етін жауып, жылы жерге 10-15 минутқа қалдырамыз. Он 15 минут өткеннен кейін осындай әдемі болып көтеріліп дайын болған опарамыздың үстіне қантты және жұмыртқамызды және шым-шым тұзды салып араластырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнның бірінші бөлігін салып, қамыр илеуді бастаймыз. Ұнымыздың бірінші бөлігі толықтай араласқаннан кейін екінші бөлігін салып, жұмсақ қамыр илейміз. Булочкаларымыз өте жұмсақ үлпілдек болу үшін майлылығы 82%-дан кем емес сары майды қолданамыз. Осындай 3 бөлікке бөлінген бөлме температурасына тұрған сары майларымызды кезең-кезеңмен жеке-жеке қамырымыздың үстіне салып, майымызды сіңдіріп илейміз. Сармай толықтай еріп, жақсылап қамырға сіңген соң ғана екінші-үшінші бөлікті де дәл осылай қайталаймыз. Иленіп дайын болған қамырымыздың бетін пакетпен жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Екі сағаттай уақыт өткеннен кейін қамырымыз осындай әдемі болып көтеріледі. Таразының көмегімен қамырды жеке-жеке 75-80 граммнан бөліп алдым. Жеке-жеке бөлінген қамырларымызды қолымызбен дәл видеодағыдай формаға келтіріп, пешіміздің табасына салып, тағы да 10-15 минутқа көтерілу үшін қалдырдым. Қамырдың беті кеуіп кетпеу үшін үстінен сүлгімен жабуды ұмытпаңыздар. Қамырымыз 15 минутқа қалдыр болып көтерілгенге дейін осындай булочканың бетіне себетін крошканы дайындаймыз. Ол үшін бізге бөлме температурасындағы еріген сары май, ұн және қант қажет болады. Барлығын жақсылап, түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. Әр заттың өлшемін төменде тұрған описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Біздің бетіне себетін крошкамыз дайын болды. Бұны посыпка деп те атай береді. 15 минут өткеннен кейін көтерілген қамырлардың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып, крошканы себеміз. Булочканың қамырын өз қалауларыңызша әртүрлі формада және әртүрлі начинкалармен жасауға болады. Булочкаларымызды қызып тұрған пеште 180-200 градуста 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Булочкиді ішіне начинкасымен, яғни салмасымен жасағыларыңыз келсе, дәл осы Любавинка немесе Три желанияның варенкаларын қолдансаңыздар болады. Себебі дәл осы вареный сгущенкалардың сапасы өте жақсы, піскен кезде нанның ортасынан ағып кетпейді. Булочканың салмасына, яғни начинкасына тек қана вареный сгущенканы ғана емес, тосап, әртүрлі джемдарды, қант немесе мақ қолдансаңыздар да өте дәмді болып шығады. Міне біздің осымен үлпілдегі жұмсақ булочкаларымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер.